Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Рамазан айы құтты болсын. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында ерекше әрі өте дәмді болып шығатын люля кебаб дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Картоп және котлеттен дайындалатын тағам, сондықтан да алдымен котлетін дайындап аламыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Оның үстіне пияз және картопты блендерден, егерде блендер болмаған жағдайда, теркадан өткізіп қосамыз. Келесі кезекте панировочный сухари қосамыз, яғни сухарийдің үгітілген түрін, дүкеннен дайын түрін сатып алсаңыздар да болады, немесе үй жағдайында нанды кептіріп блендерден өткізіп жасасаңыздар да болады. Ендігі кезекте дәміне қарай тұз, паприка, бұрыш, кинза және жұмыртқа қосып жақсылап, арасында ауа қалып кетпейтіндей етіп араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұрғылап ауасын шығарамыз. Сол кезде котлеттеріңіз бірігіп, шашырамай әдемі болып піседі. Мен котлеттерді таразының көмегімен 100 граммнан бөліп жасайтын боламын. Егерде таразы болмаса, көз мөлшермен бөліп жасасаңыздар болады. Және де біркелкі әдемі болу үшін осылай арнайы формаға салып жасайтын боламын. Ол міндетті емес, жай қолмен сопақша етіп жасасаңыздар да болады. Картопты қуырып алғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Орташа картоптарымызды қабығын ашып, жақсылап жуып, сыртын қызарғанша майда қуырып аламыз. Пісіру міндетті емес, тек сыртын ғана қуырамыз. Және барлық керек заттарды, яғни ингредиенттерін төменге описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасаңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай картопымыздың барлығын осылай сыртын қызартып қуырып аламыз. Енді осы майға котлеттерді де дәл картопты қуырғандай етіп, екі бетін қызартып қуырамыз. Орташа отта котлеттеріміз күйіп кетпейтіндей етіп қуырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісемін. Және де менің арнамнан бұдан да басқа тағамдардың, тәттілердің рецепттерін таба аласыздар. Менің арнам сіздерге ұнаған болса, арнамның сілтемесін достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне осылай котлеттердің бәрін қуырып аламыз. Енді жаңағы қуырып алған картопымызға тұз, бұрыш, паприка, кішкене куркума қосып, жақсылап араластырамыз. Картопымыз ерекше дәмді болып шығады, сондықтан да дәл осы рецептпен жасаңыздар. Міне осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзымыз барлық картопымызға сіңуі қажет. Ендігі кезекте қазанға сұйық май құямыз. Май қызған соң пиязды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Пиязды міндетті түрде қатты отта араластыра отырып, сарғайғанға дейін қуырамыз. Сарғая бастаған кезде оның үстіне жаңағы картопымызды орналастырамыз. Картоптарымызды орналастырып болғаннан соң дәл осылай котлеттерімізді орналастырамыз. Және үстіне шамамен 150 граммдай су құйып, алдымен қатты отта 10 минут, одан кейін баяу отта 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте оңай әрі ерекше, дайындалуы да жылдам, керемет тағам, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Енді тамағымыз дайын болғанға дейін біз салат дайындаймыз. Ол үшін біз сәбізді арнайы теркадан өткізіп аламыз, және оның үстіне қиярды видеодағыдай ұзынша етіп турап қосамыз. Кез келген тағамның дәмін келтіретін, үйлесетін керемет салат. Ал енді қызанақты да осылай ұзынша етіп турап қосамыз. Егерде қызанақтарыңыз жұмсақтау болса, ортасындағы сулы жерін алып тастап турасаңыздар болады. Бұл салатты адам санына қарай берілген мөлшердегі көкөністерді азайтып, немесе көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне қызанақтарымызды турап алдық. Енді қиярдың үстіне қосамыз. Содан кейін кез келген тәтті болгар бұрышын ұзынша жіңішке етіп тураймыз. Осы жерде кішкене салаттарыңыз ащы болғанын қаласаңыздар, ащы бұрыштан кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Мен арнайы дунганский перец қостым. Ол тым қатты ащы емес, сондықтан да қалауларыңыз бойынша кез келген бұрышты қоссаңыздар болады. Міне болгар бұрышын турап қостық. Енді қалауларыңыз бойынша редиска қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өз еркілеріңізде. Менде үйде болғандықтан турап қосып жібердім.
Барлығын осылай ұзынша етіп турап қосамыз. Ендігі кезекте зеленімізді қосатын боламыз. Және де егерде үйлеріңізде көкпияз болса, көкпияз қосып жіберсеңіздер де болады. Барлығын осылай қосып болғаннан кейін келесі кезекте сарымсақты үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Сарымсақты үккіштен өткізіп, бетіне міндетті түрде сұйық майды қыздырып барып қосыңыздар. Сол кезде салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді 2 ас қасық соевый соусымызды қосатын боламыз. Енді татымына қарай тұз, бұрыш, паприка, кішкене кинза қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, люля-кебаб піскенше тоңазытқышқа салып қоямыз. Тұзы, дәмдеуіштері сіңіп, өте дәмді болып шығады. Мінекей осымен кереметтей дәмді әрі пайдалы салатымыз дайын. Үй жағдайында жасалатын ерекше дәмді люля-кебабта дайын болды. Енді тарелкамызға жақсылап орналастырып, әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Әсіресе осы кешкі асқа ауызашарға жасап берсеңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Мінекей тарелкаға осылай орналастырып болғаннан кейін, түбіндегі сорпасын бетіне осылай құйып, қалауларыңыз бойынша пиязбен әсемдесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Рамазан айымен баршаңызды құттықтаймын. Дұға тілектер қабыл болатын айда баршаңызға денсаулық, молбайлық тілеймін. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар. Оразадан оразаға аман есен жете берейік.